Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлсезім. Бүгін бізде өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын алма пирогын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті барлық заттар экранда көрсетіліп кетті. Ең әуелі қамырын дайындайтын боламыз. Бізге қамырына 1 шай қасық ашытқы қажет, және де 200 грамм жылы сүт болу керек. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Жақсылап араластырып аламыз. Каналға тіркеліп, басқа да видеоларды көре аласыздар, және де басқа жаңа видео шыққанда жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып отырыңыз. Енді біздер оған 130 грамм қант салдық, және де аз ғана тұз қосатын боламыз. 1 дана жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып алдық. Енді біздер оған ұнымызды қосамыз. Менде ұн 300 грамм қостым, және де 2 граммдық ванилин. ұн мен ванилинді осылай қосып алып, електен өткізіп алатын боламын. Қамырымызға қосқаннан кейін енді бізде еріген сары май, менде 40 грамм сары май қостым. Менде пампушка деген түрі. Басқа да майды алып қосуыңызға болады қалауыңыз бойынша. Енді жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тынықты. Енді бұны 2 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігі кіші бөлік, бұл беткі бөлігіне кетеді. Ал үлкен бөлігін, астыңғы бөлігін енді жайып алатын боламыз. Астыңғы бөлікті жайып алғаннан кейін біздер салмасын дайындаймыз. Менде салмасында көлемі орташа 4 дана алма уақтап турап кесілді, 4 бұрыштап, және де оның үстіне алмадан дайындалған повидло мен 3 ас қасық қосып, осылай араластырып, қамырымыздың үстіне барлығын салып шығатын боламын. Алманың барлығын жайып алғаннан кейін, енді бәрін тегістеп жайып шығамын. Содан кейін оны қамырдың шеткі бөліктерін ішке қарай түйіп алатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, және де жылдам жасалуы, үй жағдайында қол жетімді заттар. Қамырды, яғни видеода көрсетілгендей барлығын түйіп шықтым. Ары қарай енді беткі қабатын жайып алатын боламыз. Беткі қабатын осылай ұзын қылтып жайып шығамын. Егер де қамырыңыз қатты үлкен болып кетіп жатса, кесіп алып тастауға болады. Енді мен оны арнайы, яғни қамыр кесетін құралмен кесіп өтіп шығамын. Сол кезде біздің қамырымыз өте әдемі болып шығады. Осылай кесіп аламын, және оны арасын қамырды, яғни пирогтың үстіне қойғаннан кейін барып ашамын. Пирогымыздың бетіне қойып, ашып, жан-жағына артық қамырларды кесіп алып тастауға болады. Содан кейін менде 1 дана жұмыртқаның сарысын, яғни жағып шығамын. Барлығын жағып шыққаннан кейін қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минутқа пісіріп алатын боламын. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.